Қалай дәмді әрі тез қоспа қосуды білесіз бе? Сәлем достар, бүгін видеода қоспа жасаймыз. Ол үшін бізге мына заттар қажет болады. Ең алдымен печеньемізді талқандап аламыз. Ол үшін целлофанға печеньені салып, оқтаумен үстінен басып ұнтақтаймыз. Печенье ұнтағымыз дайын. Келесіде дайын тұрған барлық заттарды бір үлкен ыдыс алып саламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алла қаласа, әлі де көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Осылайша барлық тағамдарды жақсылап араластырып аламыз. Достар, видеода көрсетілген майдың жартысы үйдің қолдың майы, жарты бөлігі дүкеннің майы. Майларды отқа қойып, ертіп аламыз. Достар, қоспа қосқанда малдың ерітілген үш майын қосса бола ма? Білсеңіздер, өз пікірлеріңізбен комментарийде бөлісе отырыңыздар. Келесі кезекте құрғақ қоспамызды маймен араластырамыз. Видеода заттардың нақты салмағы көрсетілген, сондықтан осы рецепт бойынша жасасаңыз болады. Достар, менің каналымда көптеген пайдалы рецепттер бар. Кіріп көріңіздер. Қоспа шай дастарханына қойылатын ұлттық тағам. Қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын, әрқашан дәмі мен нәрін сақтайтын. Соған орай көшпенді қазақ халқының дастарханынан үлкен орын алған тағамның бірі. Қоспа құрамында май бар болғандықтан өте икемді келеді. Кез келген форма жасауға болады. Осындай тоңазытқыштың формасына салып жасадым, домалақтап жасадым және әртүрлі салмаларға салып та жасап көрдім. Видеода көріп отырғандарыңыздай. Негізінен қазіргі кезде сан алуан түрлі силикон формалары бар, соларға да салып көріңіздер. Не болмаса, целлофан пакетіне салып, қатырып алсаңыз болады. Қоспа жасағанда жүзім, жаңғақ, бал қосып жасауға болады. Осындай қоспа түріне қалай қарайсыз? Қоспаны тоңазытқышқа салып 4-5 сағат қатырып аламыз. Мінеки қоспамыз дайын. Пышақтың көмегімен алып ыдысқа салып, осы күйінде ұсынсаңыз болады. Байқаған болсаңыздар, формаға салынған қоспа жылтыр болып келеді. Осы жолы қоспаны қазіргі заманда тренд болып жатқан әдістің бірін қолдандым. Шоколадты ерітіп, қоспаны батырып, шоколадты джент жасадым. Достар, видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қоспа қазақтың аса шеберлікпен жасайтын өте дәмді, тағамдық нәрі мол астың түрі. Сіз де жасап көріңіз. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Раушан. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.